Biz 11 kanalda жүргізіп жатырмыз. Айна кем дегенде миллион шығарып жатырмыз ғой, миллион. Енді қосайда түскен ашыңайшы. Отыр кәне. Міне, мына дос бол енді. Ана алдыңғы видеомен қазіргі дос болды айырмашылығы біраз бар шығар. Міне, осы аптада осы айда түскен ақшасы дос қанша 400 теңгедей бар. 400 теңгедей. Бұл енді ақша енді бөлек әңгіме ғой, енді асықпай қазір түсіндіріп беретін боламын енді. Достар, осыдан біраз уақыт бұрын біздің командасымыз дос бол дейтін бала Ақтаудан келіп еді. Соны Асекең екеуміз былай видеоға түсіріп алып, күтіп алып едік. Ол кезде енді бір сумка, қалтасында соңғы 10 мың теңгесі бар. Тіпті киімі де нашар болып еді. Солай келді қасымызға. Ол кезде менің жасым 14-те, біраз уақыт бұрын ғой енді, шын айтайын. 10 мың теңге енді бірінші курс, енді Алматыға бірінші келіп жатқан кездері. Ақшасы жоқ, бір сумка, еш атап көрмеген Ақтаудан рең деген ақша тауып, Ақтауға, Алматыға билет алып, пойызбен келген екен. Солай күтіп алдық енді. Достар, қалайсыздар? Бүгін видео түсіріп жатыр. Ақтаудан досик келе жатыр енді. Күтіп алатын боламыз, кеттік. Ассалаумағалейкум достар. Не хабар? Асеке, сен ба түсіп тұрған? Ассалаумағалейкум. Көрдім. Енді дос, енді салпын енді Ақтаудан келіп жатырсың дегенде, енді қалай базарлық дегенде бар ма енді? Базарлық бар енді, білем, қалтада ақша енді аз болып тұр енді. Қанша? Каникулдан келдім. Қалай Ақтауға? 10 мың теңге бар енді, осы стипендия түсінге шейін 10 мың шығу керек енді, өйтіп. 10 мың теңге? Неге істеді анау? Міне, 10 теңгеліктер енді. Коладан ба бір раматқа енді. Жуматып пакеткен деген жолда. Жүре, Кетік енді. Досик енді бір өзің көрініп кетсең енді. Осы балаға дос бол деген. Ассалаумағалейкум достар. Тайыншарсы енді. Ассалаумағалейкум достар. Достар, енді жалпы енді бұл енді ақша енді бөлек әңгіме ғой, енді асықпай қазір түсіндіріп беретін боламын енді. Отыра беретін болсам, отыра беретін болады Досик. Сосын біраз уақыт бұрын келеді, бірінші курс, қалтасында соңғы 10 мың теңгесі бар. Енді құртайын десе, енді соңғы ақшасы. Сосын қимай енді бір-екі рет жаңағы университетіне барып келеді. Сосын енді 10 мың теңгесі енді жол болға ішіп жеуге бәріне кетеді да, енді соңғы бір 1000 теңгесі қалады. Сосын айтады, енді біз осы ноутбукпен жұмыс істеп жатыр едік та. Сосын айтады, жігіттер не істеп жатсыңдар дейді да. Сол дос бол дедім да, енді ютубпен айналысатын едік. Осыдан біраз уақыт бұрын енді ютубтан хабарыңыз бар еді. Ол кезде примерно бір 300-400 доллардай шығарып жатыр едік та. Менде 150 мың, 200 мың теңге дейді. Таңғалады, короче, осы долларды көреді да. Қалай жігіттер, шын ба дейді да. Шын ба дейді. Солай все деп, анау енді досикте кәдімгідей ақшасы жоқ енді. Кәдімгі ақша жоқ енді. Түсінесіздер ғой өздеріңіз. Каспиде ақша жоқ, жүретін табыс жоқ енді. Осы ақша енді ең басында түсіріп жатқан ақшалар ғой енді бұлар. Солай енді ақша жоқ, сосын айтады, жігіттер, маған да үйретіңіздерші дейді. Менде ақша жоқ еді, шынымен де кәдімгі 0 теңге қалды. Соңғы 1000 теңгем бар, жолға ғана кетті, сонымен бітті дейді. Пожалуйста, жігіттер, маған үйретіңіздерші дейді. Сосын мен өз басым енді Асекеңде уақыт аз болғаннан кейін өзім үйреттім. Бір-екі рет түсіндіріп жібердім, дос бол, міне осындай YouTube канал ашасың, неше таңдап видео түсіресің, монтаждайсың деп та. Сөйтіп 1000 сағат 4000 сағат деген бар да. 1000 подписчик 4000 сағат деген бар да. Соны жинасаң, сен айына кем дегенде 100-150 мың теңге шығара аласың дедім да, даниямен дедім да. Ана досикте енді ақша жоқ, білесіздер ғой енді, ақша жоқ, кәдімгі қиын ғой енді. Ақша жоқ болса, ақшадан қысылсаңыздар, қалаған затты ала алмасаңыздар, дұрыс ішіп жей алмасаңыздар, енді ақшаны адамдар көп сезінеді да енді. Дос бол айтады, осыласында, Әлшер дейді да, мен каналдың бәрі ашып тастадым, уже 500 подписчик болды дейді да, 2000 сағат болды. Сенесің бе, маған ақша шығаруыма 500 сағат, 2-2000 сағат қалды дейді да. Қарайым, шынымен де база жоқ дедім, әдемі еш адамдарды, видеоны качественный қылып түсірген. Ананың кәдімгідей желаниясы ұрып тұр екен да, ұрып тұр да енді. Бір қарасам, сол 2 аптаның ішінде 500 подписчик 2000 сағат жинап тастаған. Бір аптадан кейін 1000 подписчик 4000 сағат менің алдыма лақтырды. Что там, Әлшер, мен 1000 подписчик 4000 сағат жинадым дейді да, бүйтіп телефонмен көрсетеді маған бүйтіп. Сосын мен, реально шын ба деймін да, қарасам, шынымен де жинапты енді. Содан кейін Асекеңмен ақылдастық та, досикті командаға алдық. Солай басталды да, командаға алдық, каналдар жүргізе бастадық, досиктің каналы монетизация қосты. Уже кем дегенде ең басында 100 мың теңге шығарып жүрді ғой. Содан кейін жаймен 150-ге 200-ге көтерілді тіпті. Сосын енді полный уақыттың бәрін ноутбуктың алдында өткізді. Солай бір қарасам, уже жаңа ақшаңды алып келді, Досик осы айда түскен ақшаң қанша? Отыр кәне. Міне, мына дос бол енді. Ана алдыңғы видеомен қазіргі дос болды айырмашылығы енді біраз бар шығар. Міне, осы аптада осы айда түскен ақшасы Досиктің қанша бар? 400 мың теңгедей бар. 400 мың теңгедей. Сөйтіп командаға алдық досикті. Сөйтіп менің арқамда енді себепте енді біраз нәрсе үйретінді. 3 аптаның ішінде монетизация қосып, уже алғаш 100 мың теңгесін тапты. Енді қазір командаға қостық та, осылай міне
400 теңге табысын тауып жатыр. Енді өзіне міне ноутбук алды, MacBook. Мен өзіме ноутбук сатып алдым, сөйтіп жеме командаға қосып, видео түсіріп, кәдімгідей қазіргі таңда үшеуміз 11 каналды жүргізіп жатырмыз. Айына кем дегенде миллион шығарып жатырмыз ғой, миллион. Енді айырмашылықты көріп тұрған шығарсыздар. Біраз уақыт өтті. Ақтаудан келгеннен кейінгі, енді Алматыда тұрған кезіндегі айырмашылығы біраз бар. Сөйтіп командаға бірге жұмыс істеп, енді қазіргі таңда 20, 40 мың үшін 400 теңге тауып жатыр. Өзінің қалауындағы ноутбугын алды, айфоны бар деген дейді енді. Сөйтіп көтерілік жеме жігіттер болып, команда болып, енді рескіміз ютубер болып кеткен жоқпыз. Бірақ Досиктің жақсы ұстазы болғаннан кейін ол 2-3 аптаның ішінде монетизация қосып, алғаш 100 теңгесін шығарды да. Егер дәл сіздер сол Досбол сияқты енді 0 теңге болып қалай 100 теңге, 200 теңге, 300 теңге көтергілеріңіз келсе, енді Досбол дәлел міне. Ақтаудан келді, соңғы 10 мың теңгесі болды, кәне 10 мың теңге бетер. Осы 10 мың теңгесі ғана болды. Сөйтіп 10 мың теңгеден 400 теңгеге YouTube арқылы үйде отырып көтеріп алды енді. Нереально бір сөзбен айтсам да енді. Қалай жалпы Досик енді өзің кездескенге қуанасың ба, бізбен бірге жұмыс жасағаныңа деген дейді? Иә, өте қуаныштымын сіздермен жұмыс жасағаныма, және де YouTube'пен жұмыс жасағаныма. YouTube ең мықтысы, кеңес беремін достар жұмыс жасауға. Алдағы уақытта енді бізде көп подписчиктер жатады, енді бір заттар үйретіп жүрсеңіздер, көп үйлердің бәрі ақылы, ақшаға үйретеді дейді да. Сосын біз енді кішкене елде ерекше болайық деп тегін видео шығардық. Тегін видеода полный YouTube'пен қалай айналысады, жалпы YouTube деген не, қалай видео салады, қалай не шығындай солардың бәрін айттық. Енді ол қалай енді осылай 10 мың теңгемен келіп 400 теңгеге үйде отырып табыс тапқанын қалай жалпы енді өзің бір ойын айтып кетсең, қалай енді елдерге кішкене көріп жатқанда елдердің көбісінде ақша жоқ деген дейді. YouTube жалпы шығара аласың ба деген сұраққа жауап берші. Менің жасым 19-да, мен осыдан 1 жыл бұрын 0-ден көтерілген бала болатынмын. Осы 1 жылдың ішінде міне осындай ақшаға кенелдім, яғни осындай жағдайға жеттім. Достар, сіздер де бұлай таба аласыздар, сіздерге жас аралығы маңызды емес, сіз кәрі болсаңыз да, жас болсаңыз да осындай ақшаны таба аласыздар, достар. Сондықтан да бірінші YouTube'дан ниша тыңдап, сол ниша бойынша видео салып, 1000 подписчик 4000 сағатқа жеткізіп, монетизация қосып алсаңыздар болады, және де ары қарай YouTube'пен жұмыс жасап, дәл осындай мен сияқты табыс тапсаңыздар болады, достар. Не? Оған әлшері куә. Енді көздің жауын алып жатқан ақшалар ғой енді. Бәрінің көзі осы ақшаға түседі ғой, әрине. Ақша табу қиын дейді, кейбіреулер вообще таба алмаймын дейді, 150 мыңнан артық таба алмаймын дейді енді. Көз алдарыңызда студент бала соңғы 10 мың теңгемен келіп, осылай бір айдың ішінде уже 400 теңге көтеріп алды да. Оған ешқандай көп уақыт кеткен жоқ та. Әрі кетсе бір 2-3 ай ғана уақыт кетті да. Сол 2 айдың ішінде 400 теңге көтеріп алды да. Студент бала әйтпесе қалтасында 10 мың теңге Ақтаудан жаңа ғана пойызбен келген бала да, бір сөзбен айтқанда да. Енді видеода көрген шығарсыздар, алдыңғы видеода да, енді үстіндегі киімін, енді сумкасын дегендей да. Енді солай енді міне жігіттер жақсы киініп, міне шаш өсіріп, міне жігіттер ақша шығарып ұстап отыр енді. Әрине ауыр жұмыс істесе тіпті шаш өсірмейтін еді ғой, өйткені өзің түсініп тұрған шығарсың. Басында енді бұл Ақтауда енді грузчик болған екен, айтып кетті бізге. Грузчик болып қанша айына қанша таптың деді? 60 000 теңге ғой. 60 000 теңге тапқан да, сенесіздер ме? Грузчик болып жаңағыдай цемент тасып, жаңағыдай өзі біледі енді мен. Онша біле бермей жаңағы. Таңғы 5-те тұрып, кешкі 7-8-ге дейін пахать еттік кәдімгідей. Беліміз ауырып кәдімгідей. Сол кезде алған 60 000 теңге, соған 60 000 теңгеге мәз болып жүр екен. Мен мысалға 60 000 теңгені былай сұраса, мә деп бере саламын да. Мына 60 000 теңге үш-ақ штук біз үшін, үш-ақ штук міне. Үш штук 60 000 теңге да енді. Осы 60 000 теңге үшін жай ғана 3 штук үшін дейсіз, 3 штук үшін бір ай бойы грузчик болып таңғы 5-те тұрып, кешке деген жұмыс істеген да. Сосын мен айттым, Досбол дедім да. Егер менің айтқанымды тыңдасаң дедім да, 3 аптаның ішінде мен саған ақша табатын жолды көрсетемін дедім да. Және енді 3 апта деген енді сіздер одан да ертерек жаңағындай ақша шығаратын деп боласыздар. Просто осы видеоны көріп кеттіңіздер, тағы да айтып кетейін. Осы видеоны міндетті түрде көріңіздер. Мен сізге айтарым, енді пайдам тисін дедім да енді. Енді сол жалпы достар, енді Досикті көз алдарыңызда дамыды, ақша жетті, енді сіздермен бірге болған Досбол және Әлішер және де ақшалар енді бар болайық, ютубер болайық. Осы видеоны көріңіздер міне. Осы видеода толық нәрсе айтылады. YouTube'дан қалай ашады, YouTube'пен қалай жүргізеді, YouTube'дан қалай ақша шығарады. Осы видеода айтылатын болады. Міндетті түрде көріп, менің айтқанымды жасап шығыңыздар.